Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді Орео пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған майға сахарный пудра салып миксерлейміз. Үстіне бір жұмыртқа саламыз. Крахмал саламыз. Үстіне ұн, разрыхлитель және какао саламыз. Жақсылап араластырып, қамырымызды елеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Қамырымыздың жарты бөлігін морозильникке салып қоямыз. Қалған бөлігін формамызға жайып аламыз. Мінекей формамызға жайып алдық. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Творог, қант, 2 жұмыртқа, сметана салып, жақсылап езіп аламыз. Пирогтың салмасы дайын болды. Енді Орео печеньесін майдалап тураймыз. Салмамызға саламыз. Формадағы қамырымызға салмамызды құямыз. Мұздатқыштан қамырымызды алып, пирогымыздың бетіне осылай үккіштен өткізіп жауып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 150-170 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Ас болсын. Сіздерге видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.